Келесі 216 есебіміз. Тепловоз доңғалағының шеңберінің ұзындығы 5,6 метр. Тепловоздың доңғалағы 60 рет айналғанда, оған тіркелген вагонның доңғалағы 140 рет айналады дейді. Вагонның доңғалағының шеңберінің ұзындығын табыңыздар дейді. Сонда 5,6 метрді біз 60 рет деп жазып аламыз да. Енді осы ретте 140 рет айналған тепловоздың ұзындығы нешеге тең деп сұрақ қоямыз. Бұл бізде кері пропорция болады. Сонда 5,6-ның x-ке қатынасын 140-тың 60-қа қатынасы деп аламыз. Сонда x табатын болсақ, 5,6 көбейтілген 60 бөлінген 140. Қысқартайық. Так. 0 мен 0-ді қысқартып жібердім деп есептейінші бірінші. Одан кейін 6 мен 14 санын 2-ке қысқартатын болсақ 3 және 7 болады. 5,6-ны так 7-ге бөлетін болсақ, ол 0,8-ге тең болады. Енді 0,8-ді 3-ке көбейтетін болсақ, ол 2,4 метрге тең болады. Сонда жауабы вагонның доңғалағының шеңберінің ұзындығы болып тұр ғой. Сонда 2,4 метрге тең екен. Келесі 217 есебіміз. Қантты су ерітіндісіндегі судың массасы қанттың массасына қатынасы 22-ның 3-ке қатынасындай. Яғни судың қанттыққа қатынасы ол 22-ның 3-ке қатынасына тең екен. Қантты су ерітіндісіндегі қанттың концентрациясы неше процентке тең дейді. Енді суды біз 22x деп алайық та, ал қантты 3x деп алайық. Енді екеуінің қосындысы бізде 25x-қа тең болады. Сонда 22x қосылған 3x тең бізде 25x-ке. Енді бұл бізде 100% болып тұр. Сонда 25x-ті 100% деп белгілеп, бізде нені сұрап тұр? Қантты су ерітіндісіндегі масса. Сонда 3x сұрап тұр, қантты сұрап тұр. Сонда 3x-ті y% деп белгілейік. Осы жерден y тауып алайық. Y дегеніміз сонда 3x-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 25x-ке. Осы жерде x пен x жойылып кетеді. 100-ді 25-ке бөлетін болсақ 4-ке тең болады. Сонда 12%-ға тең болады екен. Ол бізде Б нұсқасында екен. Келесі 218 есебіміз. Автомобиль 1 сағат 15 минут уақытта екі қаланың арасындағы қашықтықтың 25%-ын жүрді. Яғни 1 сағат 15 минутта дейді. Енді осыны минутпен өрнектей алайық. 1 сағатта бізде 60 минут бар. Бұған қосамын 15 минутты. Минутте тең, нәтижесі тең болады бізде 75 минутқа. 75 минутқа тең болады екен. Яғни екі қаланың арасын 75 минутта жүріп өткен. Енді барлығы белгісіз қанша жол екен, соны x-ті 100% деп белгілеп аламыз да. Ал 75 минутта ол жүріп өтеді 25%. Сонда x тен 75-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 25-ке.
қысқартып жіберсек 4 болады. 75-ті 4-ке көбейтетін болсақ, так бізде 300-ге тең болады. Енді ол 300 деп отқанымыз барлығы 100% деп аламын да. Осының 80%-ын қанша уақытта жүреді деп сұрақ қоямын. Сонда x-тен 300-ді көбейтеміз 80-ге, бөлеміз 100-ге тең. Так, мынау 3-ке тең болады. 3-ті 80-ге көбейтсек 240 минут болады. Ал 240-ті біз сағатпен өрнектейтін болса, бөлеміз 60-ға. Яғни 240 минутта бізде 4 сағат бар екен. 240-ті 60-ға бөлсек, 4-ке тең болады, яғни 4 сағат бар екен. Яғни 4 сағатта жүреді. 80%-ын 4 сағатта жүреді екен. Келесі 219 есебіміз ұзындығы 160 метр, ені 90 метр, тік төртбұрыш пішінді жер ұзындығының, оның ұзындығы 40 метр артық, бірақ ауданы сондай жермен ауыстырылды. Соңғы жердің ені қандай дейді. Бастапқыда ұзындық бізде 160 метр болған. Ал ені 90 метр болды. Ені осы тік төртбұрыштың бірінші ауданы табылайық. Ауданы S-тен 160 көбейтілген 90 нәтижесі тең болады бізде 14400 метр квадратқа. Енді бұл бастапқы тік төртбұрышымыз. Одан кейін оның ауданы ұзындығы 40 метрге артық болған. Сонда екінші тік төртбұрыштың біріншіге қарағанда 40 метр артық болатын болса, 160-ға қосамыз 40-ты. Сонда екіншіде 200 метр болған екен ұзындығы. Ал бірақ ауданы осындай, ауыспаған ауданы, сонда S-тен болады 14400 метр квадрат. Енді осы жерде бізде ені белгісіз. Енін табу керекпіз. Аудан табу формуласы ол А көбейтілген В-ға тең. Енді осының орнына апарып қояйық бізде. 14400 тең А деп отқанымыз. Кез келген 200 алайық. 200 ол бізде ұзындығы. Көбейтілген В жоқ. Яғни ені жоқ. В дегеніміз, яғни ені 14400 бөлінген 200 қысқартып жіберсек, 144-ті 2-ге бөлетін болса 72 метрге тең болады екен. Бұл бізде ені. Сонда жауап 72 метрге тең. Келесі 220-шы есебіміз су 4 құбырдан қатар ақса, хауыз 30 минутта толады дейді. 4 құбырдан қатар ағатын болса, 30 минутта толады. Су сондай 3 құбырдан қатар ақса, қанша уақытта толады деп сұрап тұр. Бұл бізде кері пропорция. Сонда 4-тің 3-ке қатынасын x-тің 30-ға қатынасы деп аламыз. Сонда x-тен 4-ті көбейтеміз 30-ға, бөлеміз 3-ке. 10 болса көбейтсек 40 болады. Яғни 40 минутта толады екен.